Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Замира. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай дәмді, өте жұмсақ болып шығатын муравейник тәттісін пісіретін боламыз. Ол үшін біз бірінші қамырын елеп дайындап алуымыз қажет. Бізге 20% бір ас қасық қаймақ, бөлме температурасында еріп тұрған 82% сары май, бір жұмыртқа, 6 ас қасық ұн, қамыр қопсытқышты салып, жұмсақтау қатты қылмай қамыр егіп, морозильникке 40-50 минутқа салып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осылай күште майдалап өткізіп аламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Қамырымыз дайын болғанша енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы еріп тұрған бір ас қасық сары май, үстіне осындай вареный сгущенканың 3 ас қасығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай қамырымызды қып-қызыл етіп пісіріп алдық. Алдын ала дайындап қойған кремімізді үстінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай креммен жақсылап араластырып алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай дөңгелетіп, басын біріктіріп қойсаңыздар да болады. Немесе арнайы форма болса, әдемі формаларға салып, форма жасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетіне мак сепсеңіздер де, немесе кокосовый стружка сеуіп қойсаңыздар да болады. Мен бұл жерде кокосовый стружка бетіне әдемі болу үшін сеуіп қойдым. Өте жұмсақ, өзі дәмді болып шығатын тәттіміз дайын болды. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.